Ноғайбай ауылдық округінде кейінгі жылдары инфрақұрылым кезең-кезеңімен жаңарып келеді. Ауылдарда спорт нысандары бой көтеріп, жолдар жөнделіп, тұрғындарды көгілдір отын және ауыз сумен қамту жұмыстары жүзеге асуда. Ноғайбай ауылдық округінің құрамына Ноғайбай, Шарбақты және Сарбастау ауылдар кіреді. Мұнда 2,5 мыңға жуық тұрғын тұрады. Соңғы жылда округте бірқатар инфрақұрылымдық жоба жүзеге асқан. Айталық 2020 жылы Шарбақтыда, 2024 жылы Ноғайбайда, ал өткен жылы Сарбастауда футбол алаңдары пайдалануға беріліпті. Жұртшылықты табиғи газбен қамтуда кезең-кезеңмен іске асып келеді. Қазір таңда Ноғайбай ауылында 300-ге жуық тұрғын, Шарбақтыда 74, Сарбастауда 21 көгілдір отынға қосылған. Жалпы округ тұрғындарының шамамен 60% табиғи газдың игілігін көріп отыр. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, облыс аудан әкімдерінің тапсырмасына сәйкес, осы Ноғайбай ауылында ауыз су мәселесі өз шешімін тапты. Жалпы осы Ноғайбай, Шарбақты, Сарбастау ауылдарында табиғи газ мәселесі шешімін тапты. Осы 2023 жылдан бері қарай округ аумағында сапалы жолдардың мәселесі шешімін тауып жатыр. Қоса кетейік, өткен жылы Шарбақты ауылында ауыз су мәселесі толық шешімін тауып, тұрғындар сапалы ауыз сумен 100% қамтылған. Ал округтегі 22 көшенің 12-сіне орташа жөндеу жүргізілсе, биыл тағы бірнеше көшеге асфальт төсеу жоспарланып отыр. Тұрғындардың айтуынша, ауылға табиғи газ бен ауыз судың келуі олардың тұрмыс сапасын айтарлықтай жақсартқан. Осы ауылда 42 жылдан бері тұрамын. Осы жерден зейнетке шықтым. Мына ауылымыз енді өсіп, заманымызға қарай өсіп, өніп жатыр. Әкім баламызға рахмет. Газ, су бәрін жүргізгенмін. Бәрі келіп тұр, жанып жақсы. Суымыз да күндіз-түні ағып тұр. Газымыз күндіз-түні жанып тұр. Ешқандай неміз жоқ. Арыз талабымыз жоқ. Әкімнің айтуынша, алдағы уақытта Ноғайбай ауылында мәдениет үйінің құрылысы басталмақ. Қазір оған жер телімі белгіленіп, жобалық сметалық құжаттар әзірленген. Тиісті бюджеттік өтінім де берілген. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Еркебұлан Болатұлы, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.